Саламатсыздар ма? Отыра қояйық. Бүгін сіздерде қазақ әдебиеті сабағы бар. Қазақ әдебиеті кітаптарымызды шығарамыз, құралымызды шығарайық. Бүгін сыныпта кім жоқ, кезекші кім екен? Бүгін сыныпта Рахмет, отыра ғой. Жақсы балалар, бүгінгі сабақты бастамас бұрын мен сіздермен көңіл күйлеріңізді көтеру мақсатында психологиялық тренинг өткізгім келіп тұр. Ортаға шыға қояйық. Барлығымыз айналып тұра қояйық. Қолымызды төбемізге қояйық. Жақсы балалар, бүгін қандай күн? Бүгін ерекше күн. Біз ұйқыдан ояндық, денсаулығымыз жақсы, ата-анамыз қасымызда, бауырларымыз қасымызда, сыныптастарымыз қасымызда. Бүгін күн жақсы, ерекше күн. Енді осы ерекше күнде бір-бірімізге жақсы тілектер айтайық. Мен Гүлге бүгінгі күніне тек сәттілік тілеймін. Күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Рахмет. Енді бір-бірімізге сәтті күн тілесек, бүгінгі күніміз сәтті күн болсын. Осы күніміз сәтті болу үшін біз не істеуіміз керек? Не істеуіміз керек? Бүгінгі күндегі сабақтағы барлық тапсырмаларды жақсы орындап, сол күнімізді сәтті өткізу өзіміздің қолымызда. Өзіміздің қолымызда ғой. Егер сендер осы күндеріңді сәтті өткізуге тырыспасаңыздар, ол күн сәтті болмайды. Сондықтан осы күнімізді сәтті өткізейік. Рахмет. Отыра қояйық. Жақсы балалар, өткен сабақта біз қандай тақырып оқыдық? Қай ақынның өлең шығармаларымен таныстық? Гүлеген Айбергеновтың сағыныш өлеңімен таныстық. Осы сағыныш өлеңіне байланысты мен сіздерге тапсырма бердім. Жалпы Гүлеген Айбергеновтың сағынышы шығармалары, осы өлеңіндегі, сағыныш өлеңіндегі ақынның жай-күйі туралы кім айтады? Сұрақтар бердім. Әсемгүл, сұраққа жауап жазып бердің бе? Оқи ғой. Дәптеріңнен оқи бер. Өлеңнің әр шумағынан сағыныштың сары есетін Гүлеген Айбергеновтың поэзиясын ерекше бір қуат бар. Ол тасқа түскен қарға қаупетін қайта оқымен жақсы. Отыра Аян, оқи ғой. ақын болу үшін дүниені жан-жанымен құлай сүю керек. Сол кезде ғана өмір сізге құшағын жайып, жұртын күшетін бала құпиясы ашылады. Дүниені сүю арқылы адамның Аллаға деген сағынышы оянады. Жүрегінде өлең оты тұтанып, бұлардың жаратушымен сырласуға мүмкіншілік алды. Рахмет. Мәден, үй тапсырмасы орындадық па? Үй тапсырмасы. Альберт молодец, жазып кетті. Тағы, Нұрхан.
Onun поэзиясында өзге ақындардың ешқайсысында да кездеспейтін дүниеге деген ерекше бір сағыныш бар. Әсіресе ақын адамның заңғар ұлдығын ақыл таразысына салып, сағынышымен өлшеген махаббаттық құмдағы мұнаулар жинағында анық көрініп, айрықша сезіледі. Рахмет. Сонда Төлеген Айберген 30-ға толмай өмірден өтсе де, артында несі қалған, өшпесте із қалдырған. Біз сол Төлеген Айбергеннің өткен сабақта сағыныш өлеңімен таныстық та. Жалпы Төлеген Айберген туралы біз білеміз, таныстық, берілген тапсырмаға барлығымызда барынша орындап кеттік. Жақсы, бүгінгі күнді жазайық. Дәптерлерімізге Наурыздың 2-сі. Бүгін біз Фариза Оңғарсыновамен танысамыз. Осыған дейін Фариза Оңғарсынова туралы білеміз бе? Білеміз да? Өлеңдерімен таныстық, шығармашылығымен таныстық. Осыған дейін жалпы Фариза Оңғарсынова кім екенін білеміз. Фариза Оңғарсынова 202-ші бет кітаптарымызды ашайық. 202. Жаздық па дәптерімізге? Жақсылап, барлығымыз мына видеороликке назар аударайық. Фариза Оңғарсынова қазақ халқының көрнекті ақыны, халық жазушысы, қазақ әлемінен шыққан халық ақыны. Ол 1939 жылы қазіргі Атырау облысының Манаш ауылында өмірге келген. Сөйтіп 1914 жылы 23 қаңтарда өмірден озды. Қазақ әдебиетінде Фариза Оңғарсынованың орны ерекше. Оның лирикаларының сан алуан қырлы сырлары бар. Мысалы бір ғана махаббат тақырыбымен жазылған жақсы көрілген өлеңіне алып қарайықшы. Біреуді жақсы көру қандай жақсы торланып кетеді деген арман деген өлең жолдарының өзіндегі адамның табиғатпен, яғни жақсы көрген кездегі ішкі дүниесінің барлығын жан-жанында табиғаттың барлығы нұрлы сезім болатындығын көрсетеді. Бұдан біз Фариза Оңғарсынованың тілінің шеберлігін, сипаттауының ерекше екендігін көре аламыз. Алғашқы өлеңдер жинағы 59 жылы жарыққа шыққан болатын. Оның 1979 жылы шыққан сырласу немесе ақын қыздың анасының арғы өлеңі поэмасында қазақ әйелдерінің батырлығы, шыншылдығы, қаһармандығы өте көп бейнеленген. Сондай-ақ оның қазақ ұлттық құндылықтарын тұнып тұрған өлеңі ойна деген өлеңі. Бұл білім саласында оқытылып, шәкірттердің бойына ұлттық құндылықтарды дарытуға үлкен үлес қосып келді. Сондай-ақ Фариза апамыздың өлеңдері шет тілде аударылып, өзі де сол шет тілдегі ақын-жазушыларды біздің тілімізге аударған. Мысалы, Чили ақыны Пауло Нерудоның бірнеше драмаларын және өлеңдерін аударған. Табиғаты ерекше Фариза апамыздың өлең жолдарына тоқталатын болсақ, тақырыптар сан алуан, мысалы махаббат, отандық қорғау табиғат тақырыбы. Әр өлең жолдарында апамыздың тілінің ерекшелігін біз әр өлеңдерін оқыған кезде біле аламыз. Жер бетінде қаншама рет ойласам, уақыттардың орманын қорады, сарқылдып арын сулар. Сөйлейді адам заманының тілімен, жаңа күннің үнімен. Заманың да ол емес, уақытың да түк емес. Адам да өмір сынын жемесе, тіршіліктің екпінін ерімесе, уақыт тілі менің тілім ендеше. Сенде тасты қастерлі аспан болау, сенде жонды тербетер дастан барау. Менің өмірге құштарлығым сені жас көруден басталған-ау. Менде бір толғаныс бар, кейде өзімде түсінбеймін. Дария күннің дауылдай күшіндей бір, сонау біздің қырдағы тұяқ білген байғалаңы секілді дүсірлеймін. Басында ол жетпестің сағынған, жан қанша жазығында жаным туған. Қиындап түсінсі кеткесін бе, өзімді ұққандарға жаным құмар. Кешірмесем жан қылықпен жанымды жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам. Мен елкезіп кетемін отансыздай, үмітімді ақтауға жарамасам. Менде бір тебіреніс бар, кейде өзімде түсінбеймін. Дәл сендегі құштарлық күшіндей бір. Сондықтан ба қыз ғұмыр бұл өмірді, қуанышы қайғысына ішіп жеймін.
осы сезім алуы бойда тұрса, асылы кішірейміз. Ол жерге жақсы балалар. Жалпы Фариза Оңғарсынова қай жерде дүниеге келген? Қай жылы? Кім айтады? 1939. Иә, 1939 жылы дүниеге келген. Иә, қай жерде? Атырау қаласында. Атырау облысы Новодар ауданына қарасты қай жерде? Манас ауылында. Иә, Манас ауылында. Манас ауылында дүниеге келген. Біздің өзіміздің жерлес ақын апамыз енді осы Фариза Оңғарсыноваға байланысты жаңа өздерім сияқты оқушылардың өлең жолдарын қалай оқығанын көрдіңіздер да, таныстық. Енді қазір кітаптарымызды ашайық. Жалпы Фариза Оңғарсынова туралы берілген мәліметтерді оқимыз. Сол бойынша сыныптағы жаңа топтасып отырмыз ғой. Сол топ болып тапсырманы орындаймыз. Бірінші оқыш. Жалпы Фариза Оңғарсынованың өмір жолын оқығыш. Барлығымыз отырайық кітапта. Фариза Оңғарсынова ақын, халық жазушысы, журналист, Қазақстан Республикасының парламенттік мәжілісінің депутаты. Өмір жолы Фариза Оңғарсынова 1939 жылы 25 желтоқсанда қазіргі Атырау облысында Новоград ауданының қасындағы Манас ауылында дүниеге келген. 1961 жылы Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтында тіл және әдебиет факультетінде бітірген. Еңбек жолы Балықшы ауданының Еркінқала мектебінде октябрьдің 40 жылында аталған қазақ мектебінің мұғалімдері бастады. Отырағы. Сонда өмір жолын жұмысын педагогикалық институтты бітіргенде, педагогикалық институтты бітіргеннен кейін еңбек жолын қай жерде бастаған? Ал сол Еркінқала, Балықшы ауданындағы Еркінқала мектебінде бастаған екен. Сіздер топ болып осы өмір жолы, жалпы Фариза Оңғарсынованың өмір жолына байланысты. Отбасында неше адам, жалпы жастық шағы, қай жерде өткен, қай жерде оқыған, сол бойынша топ болып кесте қоя қойып. Сіздер шығармашылығына байланысты. Мына шығармашылығын оқимыз, осы бойынша қандай шығармалары бар, соны жаза қойық. Бұл әттерге жаза қойық. Жаза қойық. Қандай шығармалары бар, өмір жолы.